Барлығыңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Диана, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай дәмі өте ерекше, нәзік, оңай дайындалатын Наполеон тортының рецептісімен бөлісемін. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен құрғақ таза ыдысымызға мұздатқыштан шыққан сары майымызды саламыз. Оның үстінен електен өткізілген ұнымызды саламыз. Барлық заттардың мөлшері описанияда, видеоның астында описанияда жазылып тұр. Електен өткізілген ұнымызды салғаннан кейін осылай қолымызбен песочный қамыр дайындайтын боламыз. Сары майды үккіштен өткізсеңіздер де болады. Осылай пышақтың көмегімен бөліп жасасаңыздар да болады. Ол өз еріктеріңізде. Дәмі өте ерекше торттардың бірі. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Менің жолдасыма бұл торт өте қатты ұнайды. Міне бізде осындай песочный қамыр пайда болады. Осылай сары маймен ұнымызды біріктіріп, песочный қамыр дайын болды. Келесі кезекте бір жұмыртқамызға шым-шым тұзымызды саламыз. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Және пиаламыз толғанша үстінен су құйып, осылай суды құямыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Осы сұйықтықты енді песочный қамырымыздың үстінен құямыз. Және тағы да қолымыздың көмегімен жұмсақ, жылтыр, нәзік қамыр илейміз. Осылай жақсылап барлық заттарымыз бір-бірімен үйлескенге дейін осылай қамыр илейміз. Бізде осындай қамыр пайда болады. Қатты болмауы қажет. Осылай қолға кішкене жабысатын нәзік қамыр пайда болды. Тоңазытқышқа салудың қажеті жоқ. Келесі кезекте осы қамырды 8 немесе 10 бөлікке бөлеміз. Менде бұл жерде 10 бөлікке бөлдім. Қателеспесем, шамасы 125 граммнан шықты. 125 граммнан өлшедім. Осылай қамырымызды бөліп домалақтаймыз. Тез жұмыс жасау керек. Себебі қамырымыздың құрамында сары май болғандықтан еріп кетуі мүмкін. 10 бөлікке бөлдім. Келесі кезекте сол бөлінген қамырларымызды осылай пергамент қағазына қойып, жұқа етіп, оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Ұн сеуеміз. Көп сеудің қажеті жоқ. Қамырымызда сары май болғандықтан тез жұмыс жасау қажет болады. Қамырды жайған кезде де осылай тез жайып печкаға саламыз.
осылай жұқа етіп жаямыз. Өте жұқа болу қажет. Қамырымыз жабысып жатса оқтауға, осылай ұн сеуіп жібереміз. Осы кезекте печкамызды қосып 200 градуста 15 минут шамасында, 10-15 минут шамасында пісіп шығады. Осылай жұқа етіп жаямыз. Дәмі енді өте керемет болып шығады. Кез келген қонақтарыңыздың көңілінен шығады. Міне осылай тавамызға саламыз. Қызып тұрған печкаға саламыз. Тағыдай қайталап кетейін. 180 градуста, 180-200 градуста 15-20 минутта пісіріп аламыз. Әркімнің печкасы әрқалай. Келесі кезекте тағы да келесі екінші қамырымызды жайып шығамыз. Осылай барлық қамырымызды пергамент қағазына жайып, печкамызға пісіріп шығамыз. Кішкентай кезімде менің мамам осы тортты заварной креммен маған істеп беретін еді бізге. Заварной креммен де жасасаңыздар, дәмі өте керемет болып шығады. Осы тортты жасап жатқанда менің анамның бұрын жасап берген торты есіме түсіп кетті. Осындай Наполеонды заварной креммен жасап беретін еді бізге. Келесі кезекте осылай кремімізді дайындаймыз. Сгущенкамызға осылай бөлме температурасындағы сары майымызды саламыз. Венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Сары майымыз сгущенкамызбен біркелкі қалыпқа келгенше араластырамыз. Сары майымыз міндетті түрде бөлме температурасында болу қажет. Осылай жақсылап араластырамыз. Жаңа айтып кеткенімдей, бұл Наполеон тортын заварной креммен де жасасаңыздар болады. Және оригинал творожный сыр мен сливкимен тоже жасасаңыздар болады. Мен ондай кремдермен тоже жасаймын. Осы жолы осылай сгущенкамен, сары маймен жасағым келді. Міне бізде осындай крем пайда болады. Жылтыр, міне, ешқандай крошкаларсыз. Сары майды бөлме температурасында салсаңыздар, осындай әдемі крем пайда болады. Барлық қамырларымызды, барлық тесталарымызды пісіріп болдық. Келесі кезекте тортымызды жинаймыз. Осылай өте әдемі болып шығады. Осылай сарғыштау етіп барлығын пісіріп аламыз. Қатты күйіп кетпеу керек. Қараңыздаршы, өте керемет. Сап-сары әп-әдемі болып тұр. Және осылай біркелкі қалыпқа келтіріп, домалақ етіп, менде 26 сантиметр болды. 26 сантиметр қылып кестім. Осылай дөңгелек етіп. Формасын өздеріңіздің қалауларыңызша жасасаңыздар болады. 4 бұрышты қылып жасасаңыздар да болады. Осылай мен сияқты домалақ етіп жасасаңыздар болады. Мен көбінесе торттардың барлығын үйде адам аз болғандықтан домалақ етіп жасаймын. Және өте әдемі болып көрінеді. Сіздер көпшілікке жасасаңыздар, 4 бұрышты қалыпта да жасасаңыздар болады. Осылай барлығын кесіп шығамыз.
жан жағындағысын қазір тортымыздың бетіне қолданамыз, езіп. Міне осылай жаңағы тестамыздың жан жағындағы крошкаларды осылай қолымыздың көмегімен еземіз. Оқтаудың көмегімен езудің қажеті жоқ, себебі Наполеон сонысымен ерекше. Медовыйда енді оқтау немесе блендер қажет болады. Наполеон осындай өзінің ерекшелігімен, қолдың көмегімен қатты езбейміз. Ең бастысы үлкен крошка болмау қажет. Осылай жақсылап езіп болғаннан кейін келесі кезекте тортымызды жинаймыз, кремімізді жағамыз. Холодильниктен жаңағы жасаған кремімізді алып шығамыз және формамызды аламыз. Тағы да ескеретін жағдай, менің формам 26 сантиметр. Осылай тортымызды жинаймыз. Ең алдымен бірінші тестамызды қоямыз. Креміміз өте сұйық болғандықтан кішкене ағып кетуі мүмкін. Ол ештеңе етпейді. Осылай қасықтың көмегімен бірінші құйып аламыз. Сосын жағып шығамыз. Менің жолдасым осы тортты қатты жақсы көргендіктен жиі жасап тұруға тырысамын. Осылай қолымыздың көмегімен кремімізді біркелкі етіп, барлық жеріне жағып шығамыз. Әр кожға 3-4 қасықтан мен құйып шықтым кремнен. Крем өте көп болған қаласаңыздар, 4-5 қасықтан құйып шықсаңыздар да болады. Бұл крем жағу кезінде ескеретін жағдай, өте нәзік болғандықтан біздің тестамыз үстінен қатты басудың қажеті жоқ. Ақырын жағып шығамыз, осылай барлық жеріне тигізіп кремді. Міне біз соңғы штрихтарға келдік. Ең соңында барлық кремді жағып шығамыз. Осы рецептпен жасасаңыздар, крем барлық кождарға жетеді. Келесі кезекте формамызды шешіп аламыз. Осылай ақырын шешіп, жан жағына қалған кремімізді жағамыз. Бұл торттың ерекшелігі қытырлақ болғандықтан дәмі қатпарлы, қытырлақ болып шығады. Осылай кремімізді жағып болғаннан кейін жаңағы шетінен қалған крошкаларымызды бетіне, келесі кезекте крошкаларымызды бетіне сеуіп шығамыз. Егер де заказға жасағыларыңыз келсе, бұл тортты творожный сырмен, сливкимен
кремін жасасаңыздар болады. Мен үй жағдайында осылай сгущенка сармаймен кремін жасаймын. Келесі кезекте крошкаларымызды себеміз бетіне. Міне, біздің крошкаларымыз қатты езілмеген, осындай әдемі болып шықты. Барлық жеріне крошкаларымызды сеуіп шығамыз. Осылай жанына да сеуіп шығамыз, осылай қолымыздың көмегімен жақсылап. Өте оңай рецепт, байқасаңыздар барлық заттары үй жағдайына табылады және ең бастысы бір ғана жұмыртқадан жасалынады. Үйде бір жұмыртқа қалса, міне осы тортты жасасаңыздар болады. Су барлық үйде бар, мысалы сары май барлық үйде бар, ұн барлық үйде бар. Барлық заттары үй жағдайында табылады. Сол үшін қонақ келген кезде, қонақ келетін болса, осы тортты жасасаңыздар болады. Оңай әрі дәмді. Ең соңында бетіне осындай сахарный пудра септім. Оформление өздеріңіздің еркіңіз қалауларыңызда. Сіздерге қалай оформление жасаған ұнайды, солай жасасаңыздар болады. Клубникамен оформление жасасаңыздар да болады. Шоколадты күштен өткізсеңіздер де болады. Ол өз еріктеріңізде. Міне біздің дәмі өте осындай ерекше, нәзік Наполеон тортымыз дайын болды. Видео ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып маған қолдау білдіреміз. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын, сау болыңыздар.